Қазақ аз халық. Аз халықтың мұңы көп, мұраты биік. Өзбекәлі Жәнібеков осы аз қазақтың көп мұңын жоқтап, жоғын түгенде өткен санаулы, білікті тұлғалардың бірі Регейде. Осы қазақ тарихын, мәдениетін, дәстүрін, салт санасын қайта жандандыру, қайта жоғары деңгейге көтеру, қазақтың бай дәстүрі, ұлттық мәдениетінің адамзатқа қызмет еткендігі, қазақ халқының өте талантты, мәдениетті, үлкен өнерге бай ел екендігін, халық екендігін қайта көтеріп жұрттың санасына енгізуде Өзекеңнің еңбегін енді айтып тауса да алмаймыз. Өзекеңнің бір ұлы қасиеті, ол ұлыста, руда ешнәрсе таңдамайды. Адамға былай қарағанда ол адами, былайша айтқанда имани көзқараспен Алланың жаратқан пендесі ретінде қарайтынын байқадым. Әрбір мынау пендені. Содан соң ол кім болсын, егер өзінің ұлттық осы біздің мәдени мұрамызға жанаситын кісі болса, сол кісіден ол бар қамқорлығын, бар жақсылығын, шапағатын аямайтын кісі екендігін байқадым. 9 жыл бойы табан аударма республика жастарының бірінші жетекшісі қызметін жалынды жігермен атқарып сылған Өзбекәлі Жәнібеков 70-ші жылдардың басында жаңа құрылған Торғай облыстық партия комитетіне идеология хатшысы болып тағайындалды. Осы Торғай кезеңіндегі іс-әрекеттері Өзбекәлі даңқын елге жайды. Небәрі 26 тұрғыны бар Құла-Дүз, Құмиден арқа төсіндегі Арқалық қаласын тікелей Мәскеуге шыға отырып, бүкіл одақтық екпінді комсомол құрылысы алаң деп жариялайды. Аз уақытта педагогикалық институт, ғажайып этнографиялық, өлкетану мұражайларын ашты. Оған ауыл-ауылды аралай жүріп, көне жәдігерлерді өзі де жинады. Қазақ мектептерін, ұлт тіліндегі бұқаралық басылымдардың үлес салмағын күрт көбейтті. Орталықтан шалғай жатқан осы өңірде тұңғыш музыкал драма театры мен филармония, чертер фольклорлық ансамблін құрып, елге танымал ақын жазушыларды, өнер саңлақтарын арнайы шақыртып, жиі шығармашылық кештер, кездесулер өткізуді жолға қойды. Осының бәрі жергілікті халықтың ондаған жылдар бойы шаншылған рухын дүр сілкіндірді. Торғай облысы алғаш құрылған. Сонда мен Арқалық қаласында құрылысшылар мәдениет сарайында жұмыс істейтін тұрмын. Осында Наполеонның барып жолдамамен. Сол кезде сол кісі сонда идеология хатшысы болып келді. Сосын біз сияқты өнерпаздармен тығыз байланысты болды. Мен сол кезде Ақгүлдер деген ансамбль жағдайын ұйымдастырып Арқалық қаласында соны жетекші болып жүретінмін. Ол кісімен әңгімелесіп, және біздің Ақгүлдер деген ансамблімізді көріп, кейіннен ол сол ансамбльдің негізінде Шертер ансамблі құрылды. Қазір Шертер ансамблі жұмыс істеп жатыр. Енді Өзекеңнің бір қасиеті, ол кісі өте талапкер, сондай берген тапсырмаға өте мұқият қарайтын. Сол кездегі белгілі өзіміздің жерлесіміз Шәмші ағамызды және Мұхтар Шахановты шақыртып, сол мәдениет сарайында, құрылысшылар мәдениет сарайында кездесу болды. Халық деген орада енді көбісі 70% орыстан десек те өтірік айтпаймыз. Сол халықтың өзі 300 орындық залға сыймай 2 күн кездесу 2 күнге жалғасып, артында Шәмші ағамыз орда уәде берді. Сол уәде берген ертеңінде бізді Өзбекәлі аға, сол филармония бар, соның художественный көркемдік жетекші Маханов деген жігіт бар еді. Атын ұмытып тұрмын. Сол жігітпен екеуміз шақырып, Арқалықтың Ақ таңы деген әндің нотасын ұсынды. Сөзін Мұхтар Шахан жазған, дереу содағы әншілерді шақыртып, жайлден разбор жасап, текстін шығардық жарыққа. Қызметпен қайраткер саналып жүрген адамдардың ғұмыры қысқа. Ал Өзбекәлі Жәнібековтер мейлі мемлекет қайраткері деп айтсаң да ауыз толады. Өйткені мемлекеттік қай деңгейдегі қызмет атқарса да қазақ халқының мүддесін өз мүддесіменен айырбастаған жоқ. Қазақ халқының мүддесін қашанда жоғары қойып отырды. Және өзі атқарған сол қызметтердің қай-қайсысында ұлт мүддесіне жұмсады. Ұлтты есейтуге,
ұлттық болмысын сақтап қалуға, оның дәстүрі, этнографиясын жетілдіріп отыруға жұмсады. Көп ұзамай Жәнібеков Қазақстан мәдениет министрінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Ол қазақтың ұлттық рухының символындай еді деп замандастары бағалағандай, Өзбекәлі дәл осы тұста құнды мәдени мұралардың құрып бітуге айналған жәдігерлерін іздестіру, мемлекеттік есепке алу, қорғау және қайта қалпына келтіру іспетті қат-қабат ауқымды істердің қам қарекетіне бел шеше, белсене кірісті. Осы бағыттағы қарқынды жұмыс аясын соңырақ Алматы облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары және мәдениет министрі қызметіне жүргенде одан әрі кеңейте түсті. Ол кісі мынау руханият дүниесінде жасаған шаруа өте көп. Оны музейге байланысты, болмаса этнографияға байланысты, археологияға байланысты, тарихқа байланысты таратып айта беруге болады. Тарихымызда отырар өркениет деген ұғымды енгізгенде Өзбекәлі Жәнібеков. Ренессанс орта ғасырда отырардан шыққан. Соған байланысты отырар өркениеті деген ұғымды енгізген. Соның төңірегіне жинақтап, бұлай ғылыми концепция жасаған адам. Өзбекәлі ағамыз сәулет өнерінің жетік маманы еді. Қазақ мәдениетінің тарихының жетік маманы еді. Мынау ескерткіштердің жетік маманы еді. Осы зар илеп көзінен жасаққандай болып жүреді ғой. Мына Қазақстан тіпті әсіресе Маңғыстауда айтатын жер астында жатқан ашық музей. Әрі ашық тесік жата бере ме? Осыған біз зер салуымыз керек, күш салуымыз керек, осыны мемлекеттің қорғауына алуымыз керек дейді ғой. Екеуміз жиі ел аралап жүрдік. Бір күні маған айтты, жүр барып қайтайық Мырзатайымның Ұлытауға деп. Екеуміз кеттік, самолетпенен Жезқазғаннан келіп түстік. Жол жөнекей Ұлытау мен Жезқазғанның екі ортасында Жошы ханның, Алаша ханның басына қойған ескерткіштерге соқтық. Шілденің күні Жошы ханның басына келсек, есік жоқ, қақпа жоқ, қоршалмаған, әп-әдемі ескерткіш салынған Жошы ханның басына. Ішіне кірсек шыбындап, толған, кептелген жылқыны көрдік. Қаптаған жылқы тұр екен. Белден топырақ. Қарап тұрып Өзбекәлі маған айтты, Мырзатай деді. Қазақтың қолынан осы ғана келеді деді. Ананейм мұса қорғамаған, қоршамаған, мұса есікте салмаған, ашық есік тұр. Алаша ханның мавзолейін қайта жөндеу керек деп қатты әрекет жасап жүрді. Ерінбейтін еді, соларды көргенде екі көзі оттай жанып кететін Өзбекәлінің. Бүкіл ата-бабаларымен сырласқандай болып. Мәдени ескерткіштер ордасы сынды Түркістан қаласын қайта жаңғыртып, Қожа Ахмет Яссауи, Арыстан-баб, Қорқыт ата, Айша бибі, Қарахан, Бекет ата, Алаша хан, Ұлытау, Абай, Жамбыл, Құрманғазы, тағы да басқа ондаған жүздеген тарихи ескерткіштер кесенелерді сақтап қалу, жөндеп, халық жиі келіп, тәу ететін киелі орындарға айналдыру жолындағы Өзбекәлі Жәнібековтің басшылық еңбегінде есеп жоқ. Қазақстандағы 7 өзі тарихи орталықтар бар. Тарих жағынан алғанымызда, сәулеттік жағынан алғанымызда, сол темаларға да келгенде Қазақстанның сол 7 тарихи орталықтары, қалалары, олардың қатарына кіретін Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз сияқты көне қалаларымыздың қорғау алаңдарын анықтау, тіректі жоспарларын жасау, сол тіректі жоспарларға сүйене отырып қаланың даму жоспарын жасау. Сондай жағдайда ондағы көне тарихи мәдени орындар бөлініп жерлері басқа жаққа кетпеуіне, құрылысы бұзылмауына сол тіректі жоспарлар негіз болады. Сол тіректі жоспарларда көрсетілген қорғау алаңдары, шекараларын есепке ала отырып қаланың даму жоспарын жасасаңдар, көне бөлігін сақтап қаласыңдар деп көптеген сондай өзінің ойларын айтып, сол жұмыстарды істетті де уақытысында.
Сонау 80-ші жылдар басында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевты ертіп, Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің іргетасын қалар тұста Өзбекәлі Жәнібеков келгенде, жас филолог-этнограф Абдолла Жұмашев музей қызметкері болатын. Сонда айтты, ал Әуелхан деді, ақсақал келіп деді, дәкеңді айтып отыр Мұхаммед ағамызды. Батасын беріп, саған барлық тапсырмаларын беріп кетті. Ал енді мен саған тақырыптық экспозициялық жоспарыңды жасап, соқырға таяқ ұстатқандай бердім. Осында мынау ауылдық жердегі музей демесен. Мұның Отырардың ауыл ма, дала ма, қала ма, онымен қатысы жоқ. Саған талап, бір талап Отырар музейінің экспозициясын құрасың, қорық жұмысын жүргізесің деді. Содан кейін айтқаны, осында Асантай Әлімов деген осы музейдің негізін қалаған тәжірибелі қызметкер бар. Міне сол кісінің тәжірибесін пайдалан. Мен Алматыдан суретші берем. Ақша қаражатына барлығына көмек берем деп бізге сондай нұсқау беріп кеткен болатын. Сосын тематикалық тақырыптық жоспар жасауда да ол кісі үлкен көмек көрсетті балаларға, ғалымдарға уақытысында. Көптеген музейлердің тематикалық тақырыптық жоспарларын өзі жасап отырды ол кісі. Өзі кірісіп кететін ол кісі. Осында келді ғой, мынаны бұлай жасады. Мен де біз тақырыптық экспозициялық жоспар жасады. Мен де қазір осында музейде сол кісінің өзінің қолдап алған соның жұмыста пайдаланған нұсқасы тұр, этнография бөлім бойынша. Одан кейін әдебиет және өнер бөлім бойынша. Содан соң Әбу Насыр әл-Фарабидің болашақ музейіне деп жасап берген нобайлар тұр. Сонда менің қарағаным соны өзі байпақтар жасады сол кезде. Ақжан Машанов ағаларымыз жасады, ғалымдар, мамандар жасады. Бірақ соның өзі келіп, көріп, түзетіп, қайтадан түзеткенде жай түзетіп қоя салмайды. Түзетіп болғаннан кейін сол кісілердің өзіне, мынау авторы, сол кісінің негізгі жасаған осы кісілер, ол кісінің ендігі пікірін тыңдайық деп, енді өзі алып кетіп, соларға көрсетіп, соларменен бір ортақ пікірге келіп барып, өзінің әлгі түзетулерін енгізіп отыратын сондай бір әділетті кісі болған. Ғасырлар тереңнен жеткен осынау құнды жәдігер жинақтарының сақталуы, зерттелуі, қайта жаңғыртылуы, мұнан әрі кешеуілдей берсе, оның ұлт игілігіне, әлемдік өркениет игілігіне айналуы мүмкін болмай қалатындығына биліктегілердің көзін жеткізе отырып, кешенді Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің құрылуына тікелей өзі мұрындық болды. Сәл соңырақ дәл осындай мемлекет қарауындағы қорық музейлер Таразда, Маңғыстауда, басқа да аймақтарда дүниеге келді. Осы 84-86-та ол кезде мынау тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы болатын Қазақстанда. Соны әр облыста болатын. Соның 4-ші сезінде ме сөйлеген сөзінде сол кезде көтерген бір тақырыптары болды. Алматы облысындағы мынау Бақ-бақты бар, Есік бар, басқа да қорғандар бар, тарихи мәдени орындар бар, елді мекендер бар. Сондағы керуен сарайлар бар, басқа да рухани орындарды сақтап қалу мәселесін сол кезде бұл көтерген ол кісі. Жәнібек жетекшілігімен барлық облыстық өлкелердегі тарихи мәдени ескерткіштер мен қорықтар тізімделіп, санаққа алынды. Сонымен бірге Алматы қаласында патша заманнан қалған қазіргі Жібек жолы даңғылы бойындағы орталық сауда үйі, шағын қос қабатты керуен сарайы, нөмір 1 қалалық училище ғимараты мен офицерлер жиыны өтетін үйлері тозып, шіріп, қиратылып жатқан жерлерінен тағы да сол Өзбекәлі Жәнібековтің дабыл көтеруінің арқасында тарихи сәулет ескерткіштер ретінде республикалық дәрежедегі қорғауға алынып, қайта жөндеуден өткізілді. Осы өзіңіз отырған Гоголя 37, яғни бұрынғы училище болған үйді үкіметке шығып, атқару комитетінен шығып, сұрап алып, министрліктің балансына қойдырып, осыны қайта қалпына келтіру жұмысын бізге тапсырып, өзі күні-түні басшылық жасап жүрді. Қол тигенде жұмысымызға күндізде, түсте де, азында да келіп жүрді. Ал бірақ аптасында бір рет, екі рет кешке 6-тан кейін төмендегі фойеде жинап алып, осының қалған шегесінің қалай қалғанына дейін тексеріп өзі қарап жүрді. Қалық аспаптар мұражайы орналастырылған бұрынғы офицерлер үйі
Панфилов паркінің қарсысында. Соны толық бұзып алып, шекарада бір казарма салуға алып кетпекші болып жатқан жерінен ол кісі және жоғарғы үкімет басшыларына шығып, қалалық атқаруға шығып, оны да ол ғимаратты да Мәдениет министрлігінің құзырына алып, республикалық дәрежедегі тізімге қосып, мемлекеттік қорғауға алдырып, толық қалпына қайта келтіргізіп, ішіне киіз үйге ұқсаған үлкен шаңырақ салдырып, керегесімен шаңырағымен қосып. Көзі тірісінде қазақ мұражайының атасы атанған Өзбекәлі Жәнібеков жарғақ құлағы жастыққа тимей, республикалық ұлттық саз аспаптары мұражайын құрғанда ғалым мамандармен бірлесе ізденіп, қазақта домбыра мен қобыздан басқа саз аспабы жоқ дегендердің аузына құм құйып, 30-дан астам ұлттық әуез аспап нұсқаларын тауып тірілтті. Онымен де қоймай, ол ұлттық би түрлерін, қазақтың киім үлгілерін, ескіден жұрнақ жеткен ежелгі баспана түрлерін зерттеп, ғылыми айналымға қосты. Сірескен партия, кеңес жүйесінде күндіз-түні дамыл таппай қызмет ете жүріп ақ, ұлт тарихы мен мәдениеті, этнографиясы саласында тың зерттеулер жасап, эхо, уақыт керуені, жол айрықта, қазақ киімі, ежелгі отырар деген сияқты бірнеше толымды еңбектер жазып, оған қосымша 2 кітаптан тұратын тағдыр тағылым атты ғибраттық ой толғағын жариялауы, өзі құрған тарихи танымдық арқас өрбіту қорынан 10-ға жуық кітаптар тізбегін бастырып шығаруы, осының бәрі Өзбекәлі Жәнібековтің ұлтқа, елге аянбай, жанкешті еңбек ету аясының соншалықты ауқымды екенін аңдатады. Ол кісі мәдениет министрінің орынбасары бола жүріп, мәдениет министрі бола жүріп, республикамыздың музей мәдениетін толық қалыптастырды. Ол кісі министрдің орынбасары болып қызметке келген кезде Қазақстанда 35 қана музей бар еді. Ол кісі осы қызметтен кетіп бара жатқан кезде 79 музей өсті. Сол секілді мынау көне тарихи ескерткіштер. Бізде мынау ЮНЕСКО тізіміне енетін қазір 2 ескерткіш бар. Ол біреуі Қожа Ахмет Яссауи атындағы мавзолей, екіншісі Айша Бибі мавзолейі. Осы екеуінің бүкіл әлемдік қордағы тізімге енуіне ерекше ықпал еткен адам Өзбекәлі Жәнібеков. Өзбекәлі Жәнібековтің Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы қызметіндегі жылдары ұстараның жүзінде тұрғандай қатерлі ерекше қиын кезең болды. Бұл әйгілі желтоқсан қақтығысынан кейін келген жаңа басшы мен Мәскеудің қазақтарға деген көзқарасы ұшынып, қазақ ұлтшылдығы туралы қаулы күшіне мініп тұрған кез еді. Өзі өмір бойы аңсаған ұлттық сананың сілкіністері құлшындырған Өзбекәлі екі оттың ортасында шиыршық атып, шиырға жүріп қызмет етті. Осындай сын тұста жеке басқамын ойлап қорғалақтамады да. Ол халқын да, ұлт мүддесін де сатқан жоқ. Күрделі істің күрмеуін келтіріп, мемлекеттік тіл мәселесі оң шешімін тапқан тіл туралы заңның қабылдануына, жарты ғасыр бойы тарих ақтаңдағы болып, құрсауда жатқан алаш арыстарының ақталуына, халық айтысының жандануына, Наурыз мерекесінің қайта оралуына жол ашылды. Сол жылдардағы атқарған шаруасының ең биігі деп айтатынымыз мынау саяси қуғын-сүргін құрбандары бар емес пе? Соларды тарихымыздағы ақтаңлақтар деп айтуымызға болады. Мағжан Жұмабаев, Әлихан Бөкейханов, Шәкәрім Құдайбердиев, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, міне осы кісілердің ақталуына ерекше білімдарлықпен араласқан адам Өзбекәлі Жәнібеков. Өзекенің бір жақсы жері ұлтқа, тарихқа қатысты, қазақтың ғұрпына қатысты, санасына қатысты материал болса, бірден орталық партия комитетінің төріне сөйлеп шығушы еді. Өзі бір қайтпайтын ер сияқты еді ғой. Түркістан үшін қазақ халқының қаны көп төгілген. Ол қазақтың ең қасиетті орны,
Оны қастерлемеуге болмайды деп, Өзбекәлі тебірене жазған қасиетті Түркістан шаһарында өзі көз жұмғаннан кейін өмірге келген жас оқу орны бар. Бұл этно-педагогикалық колледжді ашып, басшылық етіп отырған 35 жылдық ұстаздық тәжірибесі бар Айғаным Серім. Айғаным апай Өзбекәлі Жәнібековтің қолында оқып, өмірлік өнегесін алған немере қарындасы. 90-шы жылдардағы қиыншылық тұсында өзгелері сияқты Айғаным апай да әрі-сәрі күй кешкен. Сонда өз ағасы, сен қызметіңді тастама деп ақыл қосқан. Абыз ағасының көкейіндегісін ұққан ұстаз қарындасы оның арман аманатын іске асыруды борыш санады. Қазақстанда этнопедагогикалық колледж біреу. Мен көбінесе мынау идеяларды, көп мақсаттардың көпшілігін өз ағаңның еңбектерінен іздеймін. Және қазіргі осы этнопедагогика жөнінде зерттеу жазып жүрген Серғазы Қалиев сияқты, Жарықбаев сияқты сондай үлкен ғалымдардың еңбектерінен алып, соны практика жүзінде қолданып, осы біздің жастарымызға ұлттық салт дәстүрді білетін, сол өзінің әдет ғұрыптарын қадірлейтін, сондай азамат тәрбиелесек екен деген ойменен қызмет атқарып жатырмыз. Әсілі Жәнібеков еңбектерін жалғыз бұл жерде емес, жалпы ел жастарының оқып тоқып өскені абзал. Өйткені Өзбекәлі еңбектері мен оның тұтас ғибратты өмір жолы ортақ өнеге, тағдырлы тағылым. Мынау этнопедагогикалық колледж деп аталған бұл жалпы атау болып отыр. Өйткені этнопедагогика барлық халықтардың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарының методологиясы. Ал енді мен болашақта тағы да зерттеп, ізденіп қазақ этнопедагогикасы, яғни Өзбекәлі Жәнібек атындағы қазақ этнопедагогикалық колледжі деген атқа ие болсақ деп, солай біз өзіміз оқу тәрбие процестерін соған бағыттап ұйымдастырып жатырмыз. Ал шымкенттік мүсіншілері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сұлтан Әлиев пен Ерғали Мұстафаевтардың қолдарымен сомдалған ел ардақтысы Өзбекәлі Жәнібековтің парасатқа толы, сом тұлғалы бейне мүсінін Отырар ауданының жұртшылығы асыға тосып отыр. Алла жазса, алдағы жаңа оқу жылында аудан орталығындағы Өзбекәлі Жәнібеков мектеп-лицейінің алдында биік тұғырда тұратын бұл ескерткіш мемлекет және мәдениет қайраткерінің зайыбы Алихан Айдос қызының да көңілінен шықты. Осында тұрған азаматтарға көп рахметімді айтамын. Отырар ауданының әкімі, мына жас бала, бұрын біз мағанда кішкентай ғана бала еді, мені ерішетіп, ел қамқорын ойлап, Өзбекәлі сияқты ағасының еңбегін ойлап, мені осында азаматтар тұрғанда Өзбекәлілердің аты жоғалмайды. Осындай үлкен дәрежеге жеткені барлығы өзінің қарапайымдылығы менен еңбек қорлығы. Енді кейінгі жастарға айтарым осы, осындай кісілерді ұмытпастан, еңбек қорлығын ұмытпастан, барлық уақытта естеріңде сақтаңыздар.